Шақпақ ата қорымы және жерасты мешіті. 15-19 ғасырлар. Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Таушық ауылынан 30 км солтүстік батыс бағытта орналасқан. Шақпақ ата мешіті Арал Каспий өңіріндегі қабырғалары жазулармен және суреттермен шимайланған жалғыз ескерткіш болып табылады. Жартастағы мешіт геолог Медоевтің айтуы бойынша өте күрделі архитектуралық ескерткіш. Қазақстанның сирек кездесетін жерасты сәулетшілік өнерінің тамаша көрінісі болып табылады. Зерттеуші Меңдіқұлов бұл діни ғимараттың негізін 14-16 ғасырлардағы Қыпшақ ноғайлы кезеңдерімен белгілеп, Алтын Ордалық Өзбек ханның тұсында 1312-1342 жылдары салынған деген пікір айтады. Мешіт және жерлеу ойықтар қабырғаларында атты әскерлер мен садақшылардың, жылқы, сілеусін, көпжылдық лотос гүлі, әртүрлі семантикалық түсіндірмесі болатын ашық алақан суреттер кездеседі.